Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сумен дайындалатын қимақтың рецептімен бөлісемін. Бізге қажет заттар: жұмыртқа, құмшекер, ұн, су және сұйық май. Ең алдымен жұмыртқаны жарып аламыз. Ешқандай миксерсіз, тек шанышқыны пайдалансақ жеткілікті. Жұмыртқаны араластырып алғаннан кейін 3 ас қасық құмшекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 1 стакан суымызды құямыз да араластырамыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп, әдемілеп түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Бір стакан ыстық суға қайнаған жарты шай қасық соданы қосып араластырамыз. Бір қолымызбен сол ыстық суды массаға құямыз, екінші қолымызбен араластырып тұрамыз. Осылай бірнеше минут жақсылап араластырып аламыз. Сұйық әдемі бірдей массамыз дайын. Блинімізді, яғни құймамызды пісіре беруімізге болады. Ең алдымен табаны жақсылап қыздырып аламыз. 2 беті қызарғанша әдемілеп пісіріп аламыз. Күнделікті пісіруімізге де болады. Балаларға да ересектерге де ұнайды. Ешқандай үзілмейді, жыртылмайды. Сумен пісірілсе де дәмі өте дәмді шығады. Астарыңыз дәмді болсын.